Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында тез әрі оңай дайындалатын өте жұмсақ әрі дәмді нанды дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз. Бізге алдымен жылы сүт қажет 500 мг. Одан кейін бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны қосып венчикпен араластырып аламыз. 4 ас қасық шекерімізді саламыз. Одан кейін 1 шай қасық тұз. Одан кейін бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін 1 ас қасық ашытқымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді біз ұнымызды електен өткізіп, бірнеше бөлікке бөліп, қажетінше салып қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз қолға жабыспайтындай болуы қажет. Ұнды көп салып жіберуге де болмайды, қамырымыз қатты болып кетеді. Енді осындай қылып илеп, бетін жауып, жылы жерге 45 минут 1 сағаттай уақытқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз көтерілді. Көтерілген соң еленген қамырдың жартысын алып, сұйық маймен майлап, дәл видеодағыдай етіп жаямыз. Видеода көрсетілген әрекеттерді дәл солай жасау арқылы мінекей біздің нанымыз дайын болды. Оны қалыпқа немесе формамызға саламыз. Менде форма кішкене тарлау болып қалды. Мейлінше кеңде болған жақсы. Қазір менде тар болғандықтан екі жағы көтеріліп кетуі мүмкін. Нанымызды формаға салған соң 20 минуттай оны көтеріп қоямыз. Одан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште 25-30 минуттай 180 градуста пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте ерекше формадағы жұмсақ әрі тез дайындалатын нанымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Кәделеріңізге жарасын.